Сәлем достар, мен бүгін сіздерге ішек құрттарын тазалау әдісін үйрететін боламын және ескертетін жайт, бұл әдісті біз күнделікті қайталауымыз шарт емес. Біз бұны тек қана таңғы аш қарынға таңертең бір-ақ рет қолданамыз. Ағзаға ешқандай зияны жоқ. Ол үшін бізге асқабақ дәнегінің 4 ас қасығы қажет болады. Және осы ас қасықпен алған 4 қасық асқабақ дәнегін блендер арқылы ұсақтап, ұнтақтап аламыз. Жақсылап ұнтақтап аламыз. Мен сіздерге бұл жерге бір порциясын көрсетемін. Бұл 6-7 жас аралығында балалардың порциясы. Былайша айтқанда, әркім балаларыңыздың үлкен ересектерге де болады, соған қарай порциясында көбейтіп отырасыздар дозасын. Мен сіздерге бір порциясын көрсететін болам. Мінекей, ұнтақтап алдық дәнегімізді, және біз бұны қайнаған жылы суға құямыз. Қам жылы болу керек. Қайнаған суды жылытып, осы ұнтақталған дәнегімізді ішіне салып араластырамыз. Және аш қарынға қолданатын боламыз. Және бұдан кейін ештеңе жемейміз, ішіміз бұралақтап, және кәдімгідей ішіміз қорылдап, кәдімгі ішімізде алай-дүлей болады. Үлкен дәретке шықпағанымызша артық тағам жемейміз. Ешқандай зияны жоқ, үй жағдайында қолданып көрсеңіздер болады. Нәтижесі өте керемет.